Сабағымызды бастайық. Бүгін шеберлік сабағын өтейін деп жатырмын. Сіздерге құрақ өнері бойынша шеберлік сабағы. Бұл шеберлік сабағы өткендегі мәнісіміз, әмеңіздің үйіңізде құрақ көрпешелер бар. Апуай айтқанда аяғыңыздың астына төсейтін көрпелер бар. Дұрыс па? Сол үшін айтып жатырмын, білесіз ғой деп. Құрақ өнері бұл ата-бабаларымыздан, ана әжелерімізден, әйенгі замандардан адам пайда болғаннан бастап киятырған өнер болып есептелінеді. Қолыңызға бір өнер алса, өнер үйренсеңіз, өнерлі болсаңыз, қосық болсын, ойын болсын, басқа зат болсын, құрақ болсын, ілім болсын, білім болсын, сіздердің бос уақытларыңызды мазмұнлы өткеру болып есептелінеді. Әмеңізде білесіз, бос жүрсеңіз, бейпарық өмірде өмір сүрген керек жоқ қой. Сіздер жастарсыз біздерден жақсы білесіз. Сіздердің ой өрістеріңіз рауажланған. Соның үшін сіздердің бос уақытларыңызды құр өткермеуіміз керек. Біз білген затымызды сіздерге үйретіп өтуіміз керек. Үстілеріне жамылатын көрпелер жаратқан. Мысалға қызлары, балалары оқуға баратұғын болса, сөмкелерін тігіп берген, солардан пайдаланады. Башпентлерін тігіп берген сыртына кет, басына кетін топқыларын тігіп берген. Сөйтіп, еш затты зая қылмай, осылай пайдаланып отырған. Енді сол заманнан берман киятыр біз білетұғын инсанлар соның бәрін елімізде халқымызға бұлжытпай орылап, сақлап киятырмыз. Сол сақлап киятырғанда енді бұл құрақларымыз рауажланып жатыр кем-кем. Мінекей мынандай әрқилы тауарлар бар, тауарлардан, әрқилы материалдардан тігіп, әрқилы реңлері менен осындай нақыслар шығарып тігіп рауажландырады. Біз алып, бізге шекем жеткерді, алып келді да, енді біз соны рауажландырып жатырмыз. Алдыларыңызға қойған құрақлар бар ғой. Осы құрақлардың бәрін осы 7-ші мектептің оқушылары, 4-ші кластың оқушылары тіккен құрақлар. Айзия деген қызымыз бар, Нұржамал деген қызымыз бар, Жасмина деген қызымыз бар. Солардың өзлерінің тіккен құрақларын әкеп сіздерге мысалы ретінде көрсетейін деп әкеп отыр. Мынау не деп тұрған шығарсыз? Ілдіріп қойдым ғой, енді әмеңіз көріп тұрсыз. Бұл не деп тұрған шығарсыз? Бұл не деп ойлайсыз сіздер? Қоржын. Себебі біздің республикада Шымбай районы және Шымбай районының қаласынан бетер ауылық жерлер жақсы. Бұларды біледі. Кешегіде қалада өткен сабақта білмейді. Рахмет, қоржын бұл. Қоржынды бұл ескіден киятырған уәжіміз болып есептелінеді. Бұны ер адамлар иініне салып, базарға барып, азық-түлігін алып, ішіне салып, алып келген. Бұл ер адамлардың иініне салып, базарлап келетін қоржыны. Мынау дастарханымыз. Жаңа айттым ғой, мен қалған құтқан тауарларынан нелерден құрап пайдаланған, зая қылмаған. Себеп алатында жоқ та басқа. Сонан құрап ұсындай дастархан қылып тамақ жеген. Сол уақытта пайдаланған дастархан бар. Дастархан құрағындағы әрқилы құрақтың түрлері бар. Осы жерде байланыстырып кетейін. Құрақтың әрқилы түрлері бар. 10-15, оннан да көп. Әзір ұлыма рауажланып кетті. Соның ішінде бұл Қарақалпақтың бұрыннан ескі киятырған құрағының гүлжайды құрағы бұл. Гүлжайды. Мына ернегіндегі тұрған түйе көз құрағы. Гүлжайды құрақлары құрақ көрпешеге, көрпеге, бетлікке пайдаланғанда бұл бір-біріне біріктіріп тігіле береді, ал ернегіне келгенде мынандай ернекке қояды. Түйе көз құрақларын ернекке қойылады ғынсатылар. Оның үзіне тағы да ернегіне қойып кете берсең, үлкен құрақ болып келеді. Бұл көрпеше болып есептелінеді, көріп тұрғаныңыз. Көрпешеде мына жұлдызша құрақ. Мына құрағымыз қабырға құрақ. Бұл да бір ауызбіршіліктің, тағы да бір шырайлы, өміріміз шырайлы болсын деген мәністілерді де береді. Ауызбіршілікті тағы да бір-біріне беккен болуды береді дегенім, бұл қабырға құрақ бір-біріне жапыстырып құралған. Инсанлар бір-бірімен ауызбіршілігі болсын деген мәніс береді. Бұл құрақ көрпешелеріміз ені 95 см болады, ұзынлығы 2-20 см болады. Оның ішіне 4 кило, 4,5 кило пақта салынады. Кейін ернеклеріне мынандай
қайыр материалдардан қойсаң, бұл шырайлы шығады. Өзінің реңіне қарап қоя бересің. Мысалға, мынаның ернегінен қызыл қойсаң да шырайлы шығады. Бірақ қызыл қойсаң яркий болып, ашық болып кетеді. Соның үшін мен іште жасыл болғаннан кейін жасылды қойдым, мынаның түрін шығарттым. А мына ақты қоймағанда да ол басқаша түр бермей қалады да, мына свет бермей қалады. Соның үшін мына ақты мына жерге қойып қойдым, мына жасыл мен ақты мына жерге қойып қойдым, кейін шырай беріп тұрды да. Бұл не бұл? Тұтқыш, бұны неге пайдаланамыз? Қазанның ұстағышынан екі жағына ұстау үшін пайдаланамыз. Оның тағы да кішкентай біреулік қилы болады, олар шайнеклерге пайдаланамыз. Тағы да ондайды шайнектің астына қоюға да пайдаланамыз, Жақсы. Кейін мына жерде не бар? Ана не деп ойлайсыз? Көтер соны түйіп. Бұл не деп ойлайсыз? Артқа қыздарға көрсетті. Бесікті байлайтұғын деп айтпаймыз. Бұны бесікке пайдаланатұғын уәжіміз бұл қолбау деп айтылады. Бұл екеу болады. Екеу қоя, екеу болады. Біреуін аяқ бетін байлаймыз, біреуін қол бетін байлаймыз. Қолбау деп аталады. Рахмет, отырың. Мынау не? Бұл кішкене көрпеше, бұл үстелшілерге, отырықшыларға қоятын көрпешеміз. Бұл көрпешеде мінекей шырайлы болып тұрыпты. Har xili қарап тұрсаң гүл көрінеді. Маған гүл көрініп тұр, сізге гүл көрініп тұр па мынадан? Қай жерлерінен гүл көріп тұрсыз? Қандай гүл көріп тұрсыз? Мынада гвоздика гүл көрініп тұр мінекей, Көрдің ба? Бұлай, солай. Мынау жұлдызларды көрсетіп тұрыпты. Мынау қабырға жаңа айтқандай ауызбіршіліктің, тынышлықтың белгісі болып тұр. Айланып келгенде барлығы сөйлейді бұлар, не? Ішіне кіріп кетсең, мыналардың бәрі сөйлейді. Алдыңыздағыны көрсетіп жіберіңіз. Не деп ойлайсыз мынаны? Сумка. Жаңа мен айттым ғой, еш саты болмаған, болмаса да балаларын оқуға жіберу керек болған. Қағаздарын қолына алып жүрмейді ғой, соның үшін қалған құтқан затлардан ата-бабаларымызды сөйтіп құрап, сөйтіп сумкілерді ұстағышын деп көтеріп, иініне салып деп көтеріп, соларға тігіп берген қолынан келгенше. Сөйтіп пайдаланған затлар, енді көз алдыма елестетіп, мен тігіп қойған да, соны сондай папкелер, сумкелерді пайдаланған. Мынау шырайлы отыр, көзді тартады. Қарап тұрсаңыз, жаңа айтқандай, мына бір төртмешлік. Соған төртеуін тіккенбізді, міне, 4 жұлдызша құрағын тіккенбізді. Соның размерінде қылып, мінекей, мынаны бір жағы қызыл, бір жағы ақ қылып қиып алып, бір-біріне біріктіргенбіз. Бәрі айланып келгенде мына бір размерде де, сөйтіп бір-біріне біріктіргенбіз, сонан айланып келгенде мына құрақшық пайда болған. Мынау, мінекей, мынау, Көрдіңіз ба? Мынау, Қарап тұрсаңыз, міне, мына нағыз мынау болып тұр. Бірақ мынада еш сат жоқ, Мен мынаның орнына сұлу болу үшін мына жұлдызша құрақты қойғанмын да. Сонымен сұлу болып шыққан. Қандай затты сызсаңыз да, соны құрақ қылып тігуге болады айланып келгенде. Айта жағым сол. Не өзің миыңды рауажландырып, не сызсаң да, соны құрақ қылып тігуге болады. Сіздердің үйлеріңізде құрақ бар ма? Көрпеше болсын, көрпе болсын, құрақтан тігілген бар ма? Кімнің үйінде бар? Өзім мамамның бос уақытында сондай құрақтарды өзі істеп тұрады үйде. Соның үшін біздің үйде көп көрпешелер бар да, құрақтан істелінген. Һәм ана көпшіктерден істеп тұрады. Har түрлі затлар істеп тұрады. Өнер болып есептеледі. Тағы кімнің үйінде бар? Тағы көрпешеден басқа не бар үйлеріңізде? Шымылдық бар, қаттаулары, har түрлі нақышлармен безелген. Оларда құрақпен құралған. Бәрі құрақпен құралған. Құрақ деген бұл құралып кетсін деген мәнісінде басқа шыққан балаларға да, келіндерге де беріледі. Қыз ұзатылып жатырса, жасауларына көрпешелерін, көрпеше, шымылдық, көрпе, қазіргі махаббат көрпесі деп, көрпеге кейін құдаудағайдың астына салатын көрпелерден бір.
тұрғын болып кетті осы күндері. Кейін күйеу бала барғанда аяғының астына көрпеше салады, отырғанда үстінде көрпешенің үстінде отырады. Ол да сол құралып кетсін, құрақтың ішіндегі гүлдердей шырайлы өмір болсын, өмірлері мазмұнды, шырайлы болсын деген мәніспенен құрақ көрпешелер күйеу балалардың астына да салады. Және екі балаларға көпшік қосады, олар да бала шағалы болсын, өніп өссін деген мәніспенен сондай балаларға да балалардың көпшігін, детский көпшік деп айтады, салады. Сонымен бүгінгі шеберлік сабағымызды жұмақлаймыз. Қатарыңыз үшін рахмет. Әрбіріңізге оқуларыңызға тасқын табыстар тілеймін. Шаңырақтарыңыз амандық болсын, еліміз тыныш болсын. Сіздерде көз алдыңызға сау болсын.